Айналайын алдар. Бұдан әрі күтуге шамам жоқ. Ақшамды қайтарып берші, 1000 теңгемді. Ақша өзіме де ауадай қажет. Мен де балашаға асырап отырған адам. Түсінем ғой. Бірақ енді менде қазірше бары 1 теңге соны ала тұрсашы. 1 теңге неге жетеді? Маған қарызым түгелмен керек. Ертең келші. Бір амалын тауып бірдеңе қылып енді қайтарармын. О, жаратқан ем, шалынам. Маған 1000 теңгесі бар бір әмиян жібере көрші. Егер 1 теңге кем болатын болса, алмай қоям. Ішінде 999 теңге жатқан әмиянды тапқанда, мына ақымақтың не айтатынын көрейін. Астағфиралла, о жаратқан ем, о Алла, о жаратқан ем, 1000 шүкір, 1000 шүкір, менің тілеуімді естіп. Халайық, Құдай тілеуімді естіп, маған ақша толы әмиян жіберіпті. О Алла. Сен ана ақшаңды дұрыстап санаш. Мүмкін ішінде 1000 теңгеден кем шығар. Кетер, Құдайдан безген. Нешарың бір қанша екенді? Алла тағалам маған сұрағанымды берді, онда сенің шаруаң болмасын. Тоқтай тұр. Ол әмиянды саған Құдай емес, мен салып жіберген. Ішінде тура 999 теңге бар. Сенбесең санап шық, 1000-ға дәл 1 теңге жетпейді. Дұрыс қой. Құдай менің 1 теңгем барын біліп, 999-ын бере салды. Қосқанда 1000 теңге болып шықты. Яғни дәл сұрағанымды берді. Ақымақ, бұл менің әмияным, Мұнаның қуын қараңдар. Бағым ашылып, аспаннан Құдай маған ақша бере салды. Ал мынау келіп қосамжарланып енді менің ақшама ие болғысы келеді. Тапқан екенсің. Сен не деп тұрсың, Онда сотқа жүр. Жұрт төрелігін айтсын. Мына тұр, мен сотқа қалай барам. Енді үстіме жаңа киім алуым керек. Құдайға шүкір, қазір қолымда ақшам бар. Сонан соң барам. Тоқта, тиме ақшама. Мен өзімнің шапанымды берейін. Жүрші сотқа. Қазыға жеткенше біраз жол жүру керек. Қазыға жаяу беру маған ыңғайсыз. Bir ат сатып алайын, сонан соң барамыз. Тоқта, сен олай деме, тоқташ. Мен өзімнің атымды берейін. Әйтпесе сен мені мынау бүкіл ақшамды жұмсап тастайтын түрің бар. Al, olay bolsa kulum jet. Asma, toqta, meni kütötür, kap, toqta deyim, meni kütötürüşe, aldar. Mına adam Құдайға сыйынып 1000 теңгесі бар әмиянды сұрап жатқан еді. Әмиянның ішінде 1 теңге жетпесе алмайым деген. Содан мен оның тілеуін естіп 999 теңгені әмиянға салып оған жіберген едім. Сен біреудің тілеуін қабыл алатындай өзіңді Құдай деп бедің? Жоқ, мен тек оған Құдайдың орнына әмиянды берген. Мұнан соны қайтармай жатыр. Сен Құдайдың орнына?
Жоқ, түсініңізші, сіздер менің түріме қарамаңыздар. Мынаның соңынан қуам деп жүріп, балшыққа құлап қалдым. Мен қайдағы бір кедей емеспін, ауқатты, абзал адаммын. Мына бейшара менің мініп келген атымды да, үстімдегі киімімді де өзімдікі дейтін шығар. Иә, солай. Шынымен, атта киім де менікі. Мынау сотқа бармаймын деген соң жолда киімімізді ауыстырған еді. Тоқтаңыздар, өтінем, сіздер шатасып тұрсыздар. Бұл менің ақшам дейм. Ой, сорлы басым, ақымақ басым, енді түсіндім. Құдай алдарға менің ақшамды берген екен ғой. Ей, сорлы басым қайтайын, ақымақ басым қайтайын. Алдар көсе нужны были деньги. Алдар көсеге ақша керек бопты. Алдар көсеге ақша керек бопты. Всевышний, пошли мне 1000 монет. Тәңір ем, маған 1000 теңге жібере көр. Тәңір ем, маған 1000 теңге жібере көр. Бай подслушал его и подбросил кошелек. Бай оны тыңдап қойып, әмиянын салып жіберді. Бай оны тыңдап қойып, әмиянын салып жіберді. Верни деньги, или пойдем в суд. Ақшамды қайтар, болмаса сотқа барамыз. Ақшамды қайтар, болмаса сотқа барамыз. Пусть нас рассудят, бізге билігін айтсын. Бізге билігін айтсын. Мой кошелек послал Алдар көсе, Всевышний, менің әмиянымды Алдар көсеге Тәңір ем жіберген екен. Менің әмиянымды Алдар көсеге Тәңір ем жіберген екен.